кредит құямыз, продукта бар, киім бар. Қалай ол кинотеатрға барамыз біз. Қанша теңге жұмсайсыз кинотеатр, театрға, жалпы қыдыруға, ойын-сауыққа? Бізде уақыт жоқ оған барады. Уақыт болғанда, уақыт та жоқ, ақша да жоқ, жетпейді оған. Азанда келеміз, кешке қайтамыз. Уақыт жоқ бізде. Қыдырмаймыз біз. Уақыт жоқ. Қыдыруға уақыт жоқ. Үйдің алдында ойнайды балдар. Қызбен баратын болсаң, бір 30 мың кетеді. Ай сайын қыдыр табасыз ба? Иә. Жаман аз. Мен үшін қыдыру қақпаға бару. Қайда? Кинотеатр, театр деген жерлерге. Ой, ондай жер бар ма? Кинотеатр деген бізге кіргізбейді да ғой. Неге кіргізбейді? Қазанда Ой, қанша өткенде айналайын-ау. Мен театрға бармау, вообще барған жоқ театрға. 22 жыл болған шығар. Сіз жалпы ойын-сауыққа, бір қыдыруға ақша артыла ма, әлде азық-түліктен артылмай ма? Азық-түліктен, киімнен артық ештеңеге артылмайды деп ойлаймын мен өзім. Қанша жұмсайсыз қыдыруға? Қыдыруға даже ақша бөлінбейді, жетпейді бізде. Мысалға менде 5-6 бала шағам бар. Олардың продукта қымбат, киім қымбат, проезд қымбат, барлық нәрсе қымбат. Ол қалай артықша ойын түгілік басқаға да уақыт жоқ. Кредит құямыз, продукта бар, киім бар. Қалай ол кинотеатрға барамыз біз. Шын айтқанда кинотеатрға баруға бізде уақыт жоқ. Уақыт па әлде қалай? Уақыт болғанда, уақыт та жоқ, ақша да жоқ, жетпейді оған. Енді қалай айтсам болады. Ақшаң жетіп тұрса, неге бармасқа? Енді оған ақша жеткізе алмаймыз оған. Енді бұған кім кінәлі, кім жауапты деп ойлайсыз аға? Биліктің басындағылар кінәлі, солар жауапты. Енді депутаттық сайлау болайын деп тұр, соларда бір жақсы депутаттарымыз сайласақ бір қатты өзгерістер болатын шығар. Енді мысалға қараңыз, средний зарплата 120 мың деп алайықшы. 120 мың неге жеткізесіз? Барлық нәрсе қымбат. Мысалға продукта қымбат. Оны никак ешқандай жеткізе алмаймыз. Енді кім кінәлі болады? Биліктің басындағылар кінәлі болады, басқа кім кінәлі болады? Мы не местные, так что я вам не могу сказать. У нас дома не подорожало. Мы с родины. Приезжайте к нам все в родину. Кинотеатрға я барамыз. Қымбатшылық ше? Қымбатшылық сезініп жатыр, продукт қымбат, напиток бәрі қымбат. Айлық аласың, айлықтан айлыққа дегендей ғой. Айлық енді қанша жалпы айтыңызшы? Айлық па? 300, 250 сондай шығады, объемға байланысты. Бір қанша теңге жұмсайсыз кинотеатр, театрға, жалпы қыдыруға, ойын-сауыққа? Бізде уақыт жоқ оған барады. Уақыт па әлде қаржы ма? Уақыт жоқ қой. Азанда келеміз, кешке қайтамыз. Уақыт жоқ бізде. Бізде айына бір мәрте демалыс береді, сол уақытта қыдырамыз енді, ары-бері шыққанға. Қанша теңге жұмсайсыз ол кезде шамамен? Бір 10-15 мыңдай кетеді ғой. Болды, иә, басқа шықпайсыз. Шықпаймыз. Не істеп жатырсың да, мақсат? Жұмыс үй, басқа мақсат жоқ менде. Кредит төлеу. Кредит бар ғой, бәрімізде бар ғой. Бұлар қыдыруды ойламайсыз ғой, иә? Қыдырды ойламаймыз. Рахмет. Уақыт жоқ. Неге? Сол жұмыстан қолымызды босамайды. Қыдыруға, театрға қанша уақыт болды бармағалы? Ой, көп болды, айта алмаймын даже. Жалпы кинотеатрға барасыз ба? Кинотеатрға барамын, иә. Қанша уақыт болды? 3 ай, 4 айда бір рет, солай. Ал жалпы қыдыруыңызға жеке өзіңізге ақша бір жинайсыз ба? Оны кей кезде болып қалады. А былай жұмыс ба тек? Былай жұмыста. А қымбатшылықты сезініп жатырсыздар ма? Күнде сезінеміз ғой. Продукты. 300 теңге биясы, что такое? На базарда, особенно. И даже неде, и смол, да. Поэтому қыдыру енді жастар жұмсайды ғой. Мен өз басым не слишком. Зейнетақын қайда жұмсайсыз? Это что? Пенсия, пенсия. Пенсия? Ну, пенсия что? Ну, продукты в основном. Артпай ма? Артылмай ма? Ну, особо нет, потому что еще небольшая же пенсия. Еще коммуналка есть, еще лекарства. Жетпейді ғой. Не істейсіздер айлыққа? Не істейміз? Бала-шаға бар ғой. Келіп пікір береміз. Кеңіз аға айтыңызшы. Енді сіздер жалпы қыдыруға, ойын-сауыққа ақша жұмсайсыздар ма? Жұмсаймыз. Әлде ақша азық-түліктен артылмай ма? Азық-түлік қымбат, бірақ сонда да үнемдеп ойын-сауыққа бөлеміз. Қанша кетеді екен? Оны кім есептеп айналайын? Қыдырмаймыз біз. Неге? Уақыт жоқ. Қыдыруға уақыт жоқ. Сонда не істейсіздер уақыттың көп бөлігін? Не істейсіздер деген қалай?
Енді Үйдің алдында ойнайды балдар. өзіңіз есіктің алдында. отбасыңызбен ешқайда шықпайсыздар ма? Жоқ, онда шықпаймыз көп. Ал кино, театр дегенде соңғы рет қашан бардыңыздар енді? Мен бармаймын онда жерге. Неге? Қызық емес маған онда. А сіз қайда отырып демаласыз, шығып қыдырасыз? Өзімнің достарыммен бірге шай ішіп сөйтіп отырамыз. Астанада көбінде пәтер жағынан қымбатшылық сезіледі, одан кейін тамақ жағынан да сезіледі. Жай 100 мың, 150 мың зарплатамен, мысалы қарапайым халық, мүмкін Астана қаласында күнін көруге мүмкін емес. Кинотеатрға бару үшін олар 2 мезгіл жұмыс жасау керек. 2 мезгіл жұмыс жасаған кезде олардың уақыты болмайды. Бір мезгіл жұмыс жасайтын болса, бір жұмыстар жасайтын болса, ол кезде ақша жетпейді. 2 мезгіл жасаса, уақыт жетпейді қазақстандықтардың. Сондықтан да мен соңғы рет өзім 1 жыл бұрын барғам кинотеатрға. Бизнес по-казахски неге барғам бала-шағамен. Биылдық әлі барып қыдырған жоқ, бірақ жолдастарымызбен былай нелерге отырыстарда болып тұрамыз. Кинотеатрға қанша теңге? 10 мың көлемінде. Қаншалықты жиі қыдырасыздар? Біз бір аптада бір рет. Иә, қыдырамыз. Қыдыруға қанша жұмсайсыздар? Қанша жұмсағанда 10 мың, 15 мың. Иә. Соңғы рет 2022-де. Неге солай жиі бармайсыз? Или уақыт, ақша жоқ па қайсысы? Уақыт жоқ, Ақша жоқ. ақша жинау керек. Барған жерде не ғой? Қымбаттау шамалы, қалта көтермейді. Қызмен баратын болсан, бір 30 мың кетеді. Ай сайын қыдырта аласыз ба? Иә. Қымбат қой енді. Бағалары өздеріңіз де білесіздер. Аманасы. Ақша бар, уақыт жоқ. Қанша кетеді қыдыру үшін? Шамамен. Пайдасыз нәрсе ғой. Құран оқиын. Қыдыруға қанша қаражатсыз арнап жинап қоясың, мысалы, ойын сауыққа, бір киноға, театрға деп? Мен үшін қыдыру, саяхат қылу, қағбаға бару. Қайда? Кино, театр деген жерлерге. Ой, ондай жер бармаймын. Кино, театр деген бізге кіргізбейді да ғой. Неге кіргізбейді? Былай ғой, кинотеатрға кіргізбегенде оның бәріне ақша табу керек. Жоқ, ақша қанша кетеді деп ойлайсың енді? Ой, қанша кеткенде айналайын-ау. Қазіргі зарплатымыз вообще зарплата жоқ. Иә, ақша жоқ. Қазір табасын, квартирге төлейсің. Оның бәрін соң ойластыру керек. Біздің президенттерімізге айтыңыздар. Зарплата көбейтсін, халықтың жағдайын түсіндірсін. Енді аға сол қыдыру үшін қанша керек деп ойлайсыз? Ойбай, мен енді қыдыру дегенде вообще білмеймін. Мен бала-шағаны асырау үшін. Қанша бала бар? Екі балам бар, квартирам бар төлейтін. Квартираға төлеймін. Иә, 150 мың теңге. Ал 150 мың мен тауып келетінім какой-то бір 100 мың, 150 мың табарым. Оның бәрі тамағым қайда сонда, сол. Ал сіз енді бәрібір адам деген қыдырады ғой, сіз қалай демаласыз? Жоқ, мен вообще демалу деген ұмыттық біздер. Міне Қазақстан болғалы, міне мен өзім семьялы болғалы вообще ұмытып кеттім. Расын айтайын. Қанша жыл болғанда, міне өзім 71 жылғы 89 армиядан келдік, совет үкіметінің кезінде мысалға шамалы әйтеуір қыдыратын едік. Бұл уақыттары жастық болдық па әлде. Ал енді қазір вообще ондай жоқ. Сіз театрға бармағалы қанша жыл? Ой, мен театрға бармағалы вообще барған жоқпын театрға. Иә. Елімде өзім Қызылорданікмін. Қызылорда Аралскиймін. Аралда барғанмын 1-2 рет театрға. Неше жыл енді сонда есептейсіз? Енді есептей берсеңізші. 20 жыл. 22 жыл болған шығар. Ал кинотеатрға бармағалы? Кинотеатр вообще, бая кинотеатрды қойдық қой, соткі бар, не бар. Нені жаңағы кинотеатрға жас кезімізде баратын едік. Иә. Ал енді мен сізге, сіз қандай эфирдесіз? Халық үні. Халық үні болатын болсаңыз, мен сізге айтайын, халықтар үніне айтыңыз. Мына халықтың қамын дұрыстасын, айлықты көбейтсін, зарплатыны азайтсын. Кеше орыстарын келді. Орыстарын келбет, бәрін қымбаттатып жіберді. Мен өзім квартирам, өзім төлеймін. Ақшаны төлеп отырмыз бәріне. Квартираны арзандау болу. Біз Қазақстанда жүріп, аяғында жүрміз, қор болып. Бейшара сияқтымыз. Аяғда өзбектерге келетін едік, өзбектен де кем болдық. Рас па? Рас. Соның бәрін жеткізіңіздер, пожалуйста. Ана халықтың үні.
қаяқтағы демалыс, конечно, қымбатшылық тұрғанда қаяқтағы демалыс. Мен қазір жұмыс ойлап жүрмін. Бір окладқа кірем, маған 150 мың теңге төлейді. Мен не істеймін оны жұмыс? Мен қолымнан келеді, объем істеймін. Ана кладка істеймін, мен алып тұрам. Маған бұрынғыдай Совет үкіметінің кезінде бізге аванс есебінде беретін еді. Ондай қазір бөлінбейді, ондай берілмейді ешқандай. Бәрі қымбат. Қыдырғанда ақша қайда оған? Киноға барасыз ба, киноға? Рахмет.